Отандастар қоғамдық қорының және зерделі ақыл-ой дамыту орталығының қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шығармашылық жұмыс. Яғни өткен тақырыпты қайталау мақсатында бірнеше тапсырма жұмыстарын орындаймыз. Қалам дәптерлеріңізді алып, бүгінгі тақырыпты жазыңыздар. Сіздерге бүгін бірнеше тапсырма жұмыстары беріледі. Өткен сабақты қайталау мақсатында осы тапсырмаларда сіздер жалғауларды, ережелерді естеріңізге түсіріп, тапсырмаларды орындауларыңыз қажет. Сіздерге бірінші тапсырма берілді. Диалогты толықтырыңыз. Шахидех Павиз, сәлеметсіз бе? Қалай ойлайсыз? Диалогтың басында қандай сөз тұрады? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ары қарай. Аида, Павиз, екеуіңіз оқыңызшы диалогты. Тамсай. Жақсы. Көп нүктенің орнына қандай сөздерді қоямыз? Менің атым Айдар. Жоқ, сіз өзіңіздің атыңызды айтасыз. Менің атым Шахиде, сенің атың кім? Менің атым Айда. Айда, жақсы. Келесі, Диана ханым және Асқар мырза. Екеуіңіз диалогты оқыңыздаршы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Диана ханым, Исмаилова. Да. Оқыңыз. Сәлеметсіз бе? Міне екінші диалогты оқыңыз. Қандай сөз берілген? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Асқар мырза ары қарай оқи беріңіз. Танысай. Жақсы. Менің атым Асқар, сенің атың кім? Менің атым Диана. Жақсы. Енді экранға назар аударыңыздар. Көп нүктенің орнына керекті сөздер пайда болды. Сәлеметсіз бе? Менің атым деген сөздер пайда болды. Дұрыс жалғап айттыңыздар. Жақсы. Келесі Ерасыл мырза. Келесі диалогты сіз және Қарлығаш ханым екеуіңіз оқыңызшы. Гүлнар, мыналар нелер? Жоқ, бұл жерде жай ғана мысал ретінде басқа біреудің аты берілген. Сіз жаңа айттым, кім дедім? Оқып жатқан кім? Ерасыл ма? Ерасыл және Қарлығаш екеуіңіз қане оқыңыздаршы. Мыналар нелер? Бұлар кітап. Оның орнына айтуға. Көп нүктенің орнына қандай жалғау қоямыз? Мынау кітаптар. Дұрыс. Қағаздар. Дұрыс. Келесі екінші адам кім оқып жатқан? Ал. Қарлығаш ханым. Ал, мыналар нелер? Олар дәптерлер мен кітап, қаламдар. Қаламдар, жақсы. Мехти Шаткам және Ресван Бали. Екеуіңіз оқыңыздаршы осы диалогты.
Mehdi Şatkam. Bular kitaplar. Men qog'ozlarim. Mehdi mınalar neler? Dürüst. Mehdi, mınalar neler? Bastaysız, dürüst. Arman qaray оқыңыз. Bular Kitaplar. kitaplar, Qog'ozlarim. kitaplar men qog'ozlar. Ya, Mehdi siz оқыңызшы. Al analar. Neler? Ular kitaplar, men qalamlarim. Олар дәптерлер мен қаламдар. Енді экранға назар аударыңыздар. Қандай жалғаулар жалғап айтамыз бұл сөздерге? Бұл жерде көптік жалғауын лар, лер, дар, дер, тар, тер жалғауларын жалғап айтамыз. Мехди Шаткам, оқыңызшы. Толығымен. Оқыңыз. Bular men kitaplar, men qog'ozlarim. Қағаздар. Qog'ozlar. Ары қарай оқыңыз. Ал аналар нелер? Ular daftar. Ler, men qalamlar. қаламдар. Міне, дұрыс жалғап айттық. Келесі Амир Мырза және Арифех. Екеуіңіз оқыңызшы диалогты. Амир Мырза. Amir Mırza, bular kimdir? Ya. Bular жетіңізу. Жігіт деген сөз жазылған. Қандай жалғау жалғаймыз? Көпше түрде. Bular жігіттер. Мен Қыз. қыздар, Мен қыздар. жігіттер мен қыздар. Қыздар. Ал ары қарай оқыңыз. Бұл оқушылар мен ұстаздар. Бұлар оқушылар мен ұстаздар. Тимур Омаров. Тимур Омаров оқыңызшы. Берілген диалогты. Омаров Тимур. Омск қаласынан хабарласып отқан тыңдарман. Жақсы, Балданай оқыңызшы толығымен диалогты. Сәлеметсіз бабай. Сәлеметсіз бе? Жанар, олар кімдер? Бұлар жігіттер мен қыздар. Ал бұлар кімдер? Бұлар оқушылар мен ұстаздар. Оқушылар мен ұстаздар. Жақсы. Бірінші диалогта біз сәлеметсіз бе деген сөзді қойып, сонымен бірге менің тәуелдік жалғауын атың сөзін көптіктерінің орнына қойған болсақ, екінші және үшінші диалогта көбінесе қандай сөздер кездесті? Көптік мағынадағы сөздер кездесті. Жақсы, келесі тапсырмаға көшейік. Сіздердің естеріңізде болар, өткен сабақта біз сіздермен қандай ережені өттік? Егер сөз Қ, К, П дауыссыз дыбыстарына аяқталып, осы дауыссыз дыбыстарынан кейін дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанатын болса, онда Қ дыбысы Ғ дыбысына, К дыбысы Г дыбысына, ал П дыбысы Б дыбысына айналады. Мысалы, есік сөзі, я? Есік сөзі. К дыбысына аяқталып отыр, міне К дыбысына. Осы есік сөзі не? Іміз деген жалғау жалғанып отыр. Іміз жалғауы дауысты дыбыстан басталып отыр. Сондықтан да бұл К дыбысы Г дыбысына не істейді? Айналып кетеді. Есік, есігіміз. Келесі, орындық сөзі.
орындық сөзі қ дыбысына аяқталып отыр. Орындығы дауысты дыбысы жалғанған кезде қ дыбысы ғ дыбысына айналып кетеді. Орындық, орындығы болады. Келесі сөз кітап сөзі. Кітап сөзі. Жалғауы жалғанған кезде, міне дауысты дыбыстан басталатын жалғау қосылып отыр. Сол кезде п дыбысы б дыбысына айналады. Кітабым болады. Бұл ереже сіздерге таныс. Сіздер бірнеше сөзге жалғау жалғап, өткен сабақтарда жалғау жалғанғансыздар. Сондықтан да қазіргі тапсырма сіздерге қиындық тудырмайды деген ойдамын. Келесі Балданай ханым. Сіздерге сөздер берілді, сонымен бірге тәуелдік жалғауы беріліп отыр. Сіздің көлігіңіз. Дұрыс, жақсы, тамаша. Келесі Балисайна. Сәлеметсіз бе? Сіздің қасығыңыз. Сенің деген, сенің тәуелдік жалғауы беріліп отыр. Сенің сөзі беріліп отыр. Сенің қасығың. Сенің қасығың, дұрыс. Келесі Фатиме. Исгалди. Фатиме. Менің және көзілдірік сөзі беріліп отыр сізге. Жақсы. Жанар Арманд. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Менің көзілдірігім. Менің көзілдірігім, дұрыс. Майра Павиз. Сәлеметсіз бе? Жақсы. Қатима. Тарақ сөзі сізге берілген, және сенің сөзі. Сіздің тарағыңыз. Сенің деген. Сенің тарағың. Сенің тарағың, дұрыс. Келесі Арманд. Иран. Рухае. Жақсы. Сара ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Я. Сіздің кітабым. Жалғауын жалғаймыз. Кітабыңыз болады, я? Сіздің кітабыңыз болады. Жақсы. Шаткам. Абдулкаим, сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Сәлеметсіз бе? Менің құлпым болады. Менің құлыбым болады, я? Құлыбым. Құлыбым, я. П дауыссыз дыбысы Б-ға айналып кетеді. Жақсы. Жаныл ханым. Мен заралым келат едім. Жаныл ханым, сәлеметсіз бе? Оның шырағы болады. Жақсы. Асқар мырза. Onun ірімшігі. Bizim mi? Onun ірімшігі. Біздің шаңырағымыз. Біздің шаңырағымыз. Жақсы. Шахидех Павиз. Оның ірімшік сөзі. Оның ірімшігі. Жақсы. Айда Павиз. Доп сөзі. Оның добы. Оның добы. Дұрыс. Алиех Шаткам.
Сәлеметсіз бе? Мен құрығым. Менің құрығым. Диана Исмаилова. Келесі соңғы сөз. Сенің орегің. Сенің өрігің. Өрігің, я? Жақсы. Сөздерді жазып алыңыздар. Сәлеметсіз бе апай? Сәлеметсіз бе? Мен Майра апайдың бар. Микрофон ашылмай кешіріңіз, сұрағыңызға жауап беремін. Жақсы. Қазір қалай сізде? Жақсы ма бәрі? Жақсы. Аха, жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Сөздерді сәйкестендіріңіз. Сіздерге бірнеше сөздер беріліп отыр. Осы сөздерді бір-бірімен сәйкестендіруіміз қажет. Динара ханым, кітабым сөзі. Кітабым сөзі қандай сөзбен байланысады? Жоқ, кітабым сөзі беріліп отыр. Экранға қараңызшы, кітабым сөзі. Осы сөз мына қатардағы қандай сөзбен байланысады? Менің, дұрыс. Менің, иә. Менің кітабым болады. Жақсы. Келесі Ерасыл мырза. Қаламым сөзі қандай сөзбен байланысады? Менің қаламым. Менің қаламым, дұрыс. Келесі мектебіміз сөзі. Мехти шаткам. Біздің мектебіміз. Дұрыс, біздің мектебіміз болады. Келесі Ресван Бали. Біздің әкеміз. Біздің әкеміз. Келесі көршің сөзі. Омаров Тимур. Омск қаласының тыңдарманы. Тимур мырза, байланысқа шығыңызшы. Жақсы, ондай болса Амир мырза. Сенің көршің болады. Келесі Арифех. Арстан Павиз. Арстан Павиз. Әне екеуі жаңадан осылар, абай. Жақсы. Баби. Қаламың. Сенің қаламың. Қалам. Так. Сенің қаламың. Келесі Балданай. Сіздің иттерің. Қандай иттерің сөзі дұрыс, бірақ қандай сөзбен байланыстырамыз? Көпше мағынада. Сендердің болады, е? Көпше мағынада. Сендердің. Сендердің көпше мағынада. Фатиме. Изгалди. Сәлеметсіз бе? Сендердің оқушыларың. Сендердің оқушыларың болады. Жақсы. Келесі Жанар Арманд.
Көмекшің Көмекшіңіз қалай жалғаймыз? сіздердің көмекшіңіз. Сіздің көмекшіңіз болады, е? Көпше мағынада лар-лер, дар-дер, дар-тер жалғаулары болмаса, онда жекеше мағынада айтылған сөз. Келесі. Майра Павиз. Сіздің құжатыңыз. Дұрыс, сіздің құжатыңыз болады. Қатима, кешіріңіз. Әпкелеріңіз сөзі. Дұрыс, сіздердің әпкелеріңіз. Сіздердің әпкелеріңіз болады. Жақсы. Сара ханым. Көліктеріңіз. Сіздердің көліктеріңіз. Сіздердің көліктеріңіз. Дұрыс. Келесі. Шаткам. Абдылкаим. Алтыны сөзі. Иә. Оның алтыны. Оның алтыны. Дұрыс. Келесі. Жаныл ханым. Оның гүлі. Оның гүлі. Шахидех Павиз. Олардың бауырлары және олардың жылқылары. Олардың жылқылары. Көпше мағынада айтылған. Қазір біз сіздермен тәуелдік жалғауын қайталадық. Тәуелдік жалғауының жасалу жолы және жекеше көпше түрде қалай жалғанатынын есімізге түсірдік. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Келесі сөздерді үлгіде тұрғандай не істеуіміз керек? Жалғап айтуымыз керек. Айда, Павиз, әке сөзі. Үлгіге қарап, бұл сөздерді менің, сенің, сіздің, оның сөздерімен байланыстырып айтуыңыз қажет. Айда. Benim әкем, senin әкем, sizin әкеңіз, біздің әкем, олардың әкені. Жоқ, соңы қалай болады? Оның әкесі болады. Жақсы. Енді экранға назар аударыңыздар. Экранда бұл сөздің тәуелденуі шықты. Менің әкем, сенің әкең, сіздің әкеңіз, оның әкесі. Келесі, Айда. Алиях Шаткам. Алиях Шаткам. Менің ағам, сенің ағаң, сіздің ағаңыз, оның ағасы. Оның ағасы. Я, дұрыс. Экранға назар аударамыз. Келесі сөз дос сөзі. Асқар мырза. Асқар мырза. Senin dostum, senin dostum, sizlerдің досыңыз, оның досы. Ал енді Асқар мырза экранда берілді, оқыңызшы. Менің досым, senin досын, сіздің досыңыз, оның досы. Оның досы, я, жақсы.
жіберген қателіктерімізді экранға қарап білуімізге болады. Келесі дәптер сөзі. Диана ханым. Benim dafterim, senin dafterin, sizin dafterin. Sizin dafteriniz, onun dafteri. Оның дәптері. Қателік жоқ, жақсы, рахмет. Менің дәптерім, сенің дәптерің, сіздің дәптеріңіз, оның дәптері. Енді келесі тапсырма. Тура осындай тапсырма, тек қана бұл жерде көпше мағынада айтамыз. Көпше мағынада Динара ханым. Сіздерге ыдыс, үй, ішік сөздері беріліп отыр. Bizden ödüs, bizden ödüsü, sizlerden ödüsün, ödüslerin, sizlerden ödüsleriniz, onlardan ödüsleri. Ал енді экранда берілген сөзді оқыңызшы. Динара ханым. Bizden ödüsümüz, sizlerden ödüslerin, sizlerden ödüsleriniz, onlardan ödüsleri. Олардың ыдыстары. Жақсы. Келесі Ерасыл. Үй сөзі. Bizden üyemiz, sizlerden üye, Көптік жалғауын жалғаймыз. Көптік жалғауын. sizlerden üye, onlardan üyemiz. Onlardan Ерасыл мырза, оқыңызшы. Bizden üyemiz, sizlerden üyelerim, sizlerden üyelerimiz, onlardan üyeleri. Олардың үйлері. Келесі Қарлығаш ханым. Ішік сөзі. Біздің ішігіміз, сендердің ішіктерің, сіздердің ішіктеріңіз, олардың ішіктері. Тамаша. Бір қате жоқ, тамаша айтып шықтыңыз. Жақсы. Сөздерді жазып алыңыздар. Экранда берілген сөздерді жазып алса, келесі тапсырмаға көшейік. Сіздерге бірнеше сөздер берілді. Осы сөздерді кестеге толтыруымыз қажет. Кестеде адамға байланысты, үйге байланысты, мектепке байланысты сөздерді бөлек-бөлек толтыруымыз керек. Сонымен бірге жуан сөздерді бір бөлек, жіңішке сөздерді бір бағанға жазуымыз керек. Амир мырза, айтыңызшы, ата сөзі қай бағанда болуы керек? Адам, үй, мектеп. Адамға. Және сонымен бірге бұл сөз қандай сөз? Жуан сөз бе, жіңішке сөз бе? Жуан сөз. Жуан сөз. Берілген сөздерді жазып отырыңыздар. Келесі бабе. Қарындас сөзі. Балданай. Қарындас адамға жатады, және жуан.
және жуан сөз. Келесі балисайна әйел сөзі. Әйел адамға жатады және жіңішке сөз. Жіңішке сөз, дұрыс айтасыз. Келесі Фатиме Изгалди. Қыз адамға жатады, жуан. Жарайды, жақсы. Қыз адамға жатады және жуан сөз дейді. Дұрыс айтасыз. Келесі Жанар Арманд. Жігіт адамға жатады және жіңішке. Және жіңішке сөз. Келесі сөз дәптер сөзі. Дәптер сөзі Майра Павиз. Дәптер мектепке байланысты жіңішке сөз. Дұрыс, тамаша. Мектепке байланысты және жіңішке сөз. Келесі Қатима ханым. Үйге байланысты, жуан. Және жуан сөз. Дұрыс айтасыз. Келесі Самира. Самира ханым. Жақсы, Сара. Сара ханым. Адамға байланысты және жіңішке сөз. Келесі Шаткам Абдулкаим. Бөлме сөзі. Bölme үйге жатады, жіңішке болады. Жіңішке болады. Дұрыс. Келесі Жаныл ханым. Үйге жатады, ол және жіңішке. Жіңішке сөз. Дұрыс. Асқар мырза, орындық сөзі. Орындық мектепке жатады, жуан сөз. Және оны үйге де жатқызуға болады, иә? Үйге жатуға болады, иә. Үйге апарайық. Үйге жуан. Жуан сөз. Жақсы. Келесі Айда Павиз. Тоңазытқыш сөзі. Айда Павиз. Жақсы. Алия Шаткам. Тоңазытқыш, жуан, және үйге жатады. Және үйге байланысты, иә? Жақсы. Келесі Алия Шаткам. Шахидех Павиз. Шахидех Павиз. Бор сөзі. Бор мектепке байланысты және жуан сөзі. Және жуан сөз. Келесі Диана ханым. Ұстаз сөзі. Ұстаз мектепте жуан. Жуан. Жақсы. Динара ханым. Пәтер мектепке байланысты және жуан сөз. Пәтер үйге байланысты және жіңішке сөз.
Динара ханым. Келесі Ерасыл. Оқулық сөзі. Оқулық сөзі мектепке жуан. Мектепке және жуан. Мектепке байланысты айтылады. Және жуан сөз. Келесі. Рисван Бали. Сөздік мектепке байланысты және жіңішке. Және жіңішке. Қарлығаш ханым. Өшіргіш. Жіңішке мектепке келеді. Және мектепке байланысты. Жіңішке сөз болып табылады. Жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл берілген сөздер, яғни жекеше мағынадағы сөздер. Осы сөздердің көпше мағынасын айтуымыз керек. Көпше мағынасын айтады Амир мырза. Мен сөзінің көпше түрі қалай болады? Біз болады. Бабе. Балданай ханым. Сен болады, сендер болады, я? Біз сіздермен, біз бұны өтіп кеттік, бұл жіктеу есімдігі. Тәуелдік жалғауымен шатастырмаңыздар. Бали Сайна, сіз. Бали Сайна. Жанар ханым. Сіздер, дұрыс. Майра, Павиз. Олар. Хатима. Бұлар. Самира. Мыналар, я? Сара ханым. Аналар. Шаткам. Абдулкаим. Солар болады. Жаңыл ханым. Осылар. Дұрыс. Жақсы. Келесі тапсырма. Сіздерге көптің жалғауын жалғап айтуымыз қажет. Асқар мырза. Сізге экранда сөз берілді. Балалар. Жақсы. Келесі Шахидек Павиз. Келесі сөзге назар аударыңыз. Айдар. Ай болады қалай? Айлар болады. Ережені есімізге түсіреміз. Келесі Айда Павиз. Аға сөзі. Ағалар. Дұрыс, тамаша. Келесі Әлиеш Шаткам. Қала сөзі. Қалалар. Дұрыс. Ажар. Келесі сөз дәптер сөзі. Айтыңызшы қалай болады? Диана ханым. Келесі сөзге назар аударыңызшы. Көптік жалғауын жалғап айтыңызшы. Дәптер. Дәптерлер. Жіңішке жалғаймыз. Дәптерлер. Динара ханым. Қыз сөзі. Қыздар, дұрыс. Ерасыл. Келесі сөз. Адам сөзі.
Адам, адамlar. Адам, адамдар. Қарлығаш. Қарлығаш ханым. Киім. Адам, адамда жаңа сөз. Киім. Киімдер, дұрыс. Рисван Бали. Мұғалім сөзі. Дұрыс, тамаша. Амир Мырза. Келесі сөз, ел сөзі. Елдер. Дұрыс. Келесі, Балданай ханым. Гүл сөзі. Гүлдер. Гүлдер, тамаша. Балисайна. Кітап сөзі. Жақсылап ойланыңыз. Кітап. Тар жалғаймыз, жуан жалғаймыз, жуан. Келесі, Жанар ханым. Сабақ сөзі. Сабақтар. Сабақтар, тамаша. Майра Павиз. Өшіргіш. Өшіргіштер. Құрметті отандастар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Бүгін сіздер шығармашылық жұмыс арқылы, өткен тақырыпты пысықтау арқылы, қайталау арқылы алған білімдеріңізді ортаға салдыңыздар. Сабақ сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі сабақта жүздескенше, қош сау болыңыздар.